Hazır birinchi қазақша anlamasından başlayış. Kalay mısınız қазақша? Güzelliğinde жақсы. Birinchi biz topqa bo'linib olamiz. Birinchi top kimlar ko'rib o'tirmiz deb? Jamil, Asel, Nuray, Qashqa, Aymadar. Bular birinchi topqa Jamil, Jamiya, Suvat, Armas, Nuray, Gulur. Ikkinchi topqa So'zada o'tdi. Uchinchi Nuray, Iskandar, Ayzada, Ayshi, Samarqand. Endi bo'linib o'tiramiz. Sol paraqchaga bir top мүшесін saylamanlar. So'ng paraqchaga hozir basылмастан сабақта берген тапсырмаға қалай жауап бересіз, сол бойынша бағалап отырамыз. Сабақ соңында өткізесіздер. Және қазақ үйдің ол топтық бағалау. Өзінің өзінде жүреді. Топта бір-бірін бағалау. Үй жұмыстамастан өткен тақырыпқа қайталап есімізге түсіреміз. Бірінші сұрақ бізде бала Таскүлдің жанына келгенде неге қуанды? Таскүлдің жанына келгенде неге қуанды? Асел? Екіншіден тұтыма түскенде жанында бір қазақ өзінің жерлес адам болған үшін өте қатты қуанды. Иә, әкесін көреді қуанды. Жақсы, жарайсың. Өз елім ана мұзар тобы. Жақсы, жарайсың. Бейнебаяннан біз нені көріп отырмыз? Сұңғар? Біз мына жерде Қырғызстан жерінде Қазақстаннан келген Көксерек деген тұлпардың бірінші орын алып жатқанын көреміз. Бұл жерде қазақтың атпен бұрыннан бері салт шабатынын білеміз. Иә, ат десе ештеңесін жері қойды. Аттың жаны жылқымен жаны дейді, жақсы жарайсың. Ал енді біз мына суреттен нені байқаймыз? Мұстафа Шоқай Айзада? ескерімі алтын жерге қоятынын көріп тұрмыз. Және тағы кім сурет отыр? Мұстафа Шоқай. Иә, Мұстафа Шоқай кім? Кім айтады? Нұрай? Мұстафа Шоқай ол қазақ қайраткері, ел үшін қызмет еткен қайраткер. Жарайды. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қандай тақырып болды? Шашты әңгімесі. Шашты әңгімесі, Айгүл Кемелбаева шашты әңгімесі. Біз бұны өткен тақырыпта мазмұнымен çalışып, бүгін қайталап шықтық, иә? Енді бізде бүгінгі сабақтың тақырыбы шашты әңгімесі, мақсаты сабақтың шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау, автор бейнесін шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау. Балалар бірінші осы шығармадағы кейіпкерлерге байланысты топтардың аты, бірінші топ Кенжебек тобы болады, екінші топ, үшінші топ Атажан тобы болады. Топтар, топтық жұмыс орындаймыз. Мұнда Кенжебек тобы комикс арқылы алдағы ноутбуктар даралап көрсете алулар керек. Және ауыш беті жатыр, сол бетте автордың бейнесін қоса жазасыздар. Мына ауыш бетіне жазғанбыз. Копилот арқылы жасайсыңдар. Бұл жерге қойып қоямын деп тауып. Екінші Таскүл тобы сендер бейнебаян жасап сөйлетулерің керек. Және бұл жерде сендер жинақтап көрсете алуларың керек. Сендер канвамен жасайсыңдар. Канвамен жасаймыз. Канвамен. Тобы Атажан тобы аудио арқылы сендер Атажанның бейнесін жинақтап көрсетесіңдер. Топ медиа арқылы көрсетесіңдер. Топ медиа бейнесін қоса жазып отырамыз. Сондықтан өздерің ақылдасыңдар. Бейнебаян жасайтын балалар өздерің ақылдасып жасап отыр. Соны кейін бірігіп ақылдасып
А3 бетіне автор бейнесін жазамыз. Тапсырма түсіп болса орындаймыз. жасам еңсе каталог арқылы жасаған болатынбыз. Бұл жерде Кенжебектің соңғы бейнесі ашылған болатын. Яғни бұл жерде біз Кенжебектің еркіндікке деген ұмтылысын көре аламыз. Жақсы. Кенжебек өте намысшыл, өзінің елін ойлаған және де батыр ұл болатын. Оның шығармадан өзінді алатын болсақ, ол өзінің еліне, ауылына қайтып келе жатқан кезде таяқтың басына жалау ойлап, өзінің намысшыл патриот екенін көрсеткен болатын. Жарайсың, дұрыс, жақсы. Кенжебекті өз еліне қайтару, ол менің ең басты мақсатым. Әр қазағым жалғызымен өзім еліме қайталмасам да Кенжебекті отанына қайтардым. Топтың тапсырмасы тасқылды жинақтап, оған баға беру болатын. Енді қысқаша айта кетсек, ол өзінің қанына деген, қазаққа деген жанашырлығын көрсетеді, бауырмалдығын, және ол намысшыл, ақылды, патриот және көпті көрген үлкен адам болып қалады. Дұрыс. Бас иіп отырып жазып отырмын. Көп жылдар бойы менің қолымда еркіндігінен айырылған қазақ балалары болды. Ол тарихтың қаралы беті, менің де арман мекендерімді ұқтым. Қазақ еркіндікке жаратылған, намысшыл әрі текті жұрт екенін сол кезде шын түсіндім. Сол себепті мен өз қатемді мойындап, қолымдағы барлық құлды бостандыққа жібердім. Бұл жасаған зұлымдығымды толық өтемейді. Бірақ аралығындағы кеште болса бір қадамын деп біліңіздер. Қазақ елі, сіздерден кешірім сұраймын. Өткеннің жарасы жазылама жоқ па, оны уақытпен Алла біледі. Ал мен үшін бұл хат өкініштің, мойындаудың және адамдыққа кеш жеткеннің белгісі. Түріктер мен қазақтар түбі бір түркіден тараған бір туған бауырлас халық. Құрметпен, Атажан. Бұл жерде Атажанның қазақ халқын бостандыққа шығармай өз қол астында ұстағанын естиміз. Бірақ Атажан қаншалықты зұлымдық жасаса да, кеш болса да өз қателігін ол түсінді. Дұрыс. Жақсы. Енді сұрағы бар стикер кімден? Бәрінің алдында стикер тұр, е? Сол қараңыз, стикерден сұрақ бар. Кім? Асмеден тағы Жәмиледі. Ал қайсың айтасыздар, сұраққа жауап? Ал Асмеден. Кенжебек қандай адам? Кенжебек жалпы осы кейіпкер өте мейірімді және де намысшыл және өзінің мақсатына таймай қол жеткізетін кейіпкер болып суреттеледі. Жақсы, дұрыс. Тасқұл қандай адам болған? Тасқұлдың бейнесі өте намысшыл болған. Оның еліне қайту үшін мүмкіндігі көп болса да, ол намыстанып еліне қайтпаған болды. Енді үзіндімен жұмыс істейміз, алдымызда үзінділер жатыр кітаптан, шығармадан. Үзінділер, түсініксіз сөздерді тауып тақтыға жазамыз.
теңіз жылқысы, ал теңіз балқаш көлі. Балқаш көлі, дұрыс. Ал Құмау бізде шапқыншылық кезінде қолға түскен әйел. Оба деген бізде түркменде ал, иә? Жақсы. Иә, бізде міне осылай құмау, оба, сықкөл, алғай деген сияқты сөздер бар екен, иә? Бұл сөздердің мағынасын біз сөздіктен қарап, тағы да зерттеп алдағы уақытта көреміз. Жақсы. Алдымызда тұрған үзінділерден тағы қандай құндылықтарды көреміз? Осы жалпы шығарма бойынша қандай құндылықтар бар? Соны айтайықшы қазір. Мадияр. Құндылықтардың ішінде мысалы Тасқұл мен Кенжебектікі намысшылдығы, патриотизмдығы жатады. Патриотизмді Кенжебек өзінің ауылына қайтып келе жатқан соң таяқтап жалау біліп жеңіспен келген сияқты ауылына келуіне. Дұрыс, жақсы, жарайсың. Ағаты, Ислам. адамгершілік құндылығы, Атажанның осы уақыт өте келе қатты зұлымдық жасаса да өзінің қатесін мойындап, одан бәрін босатпаған. Дұрыс, жақсы. Сұрақ. Бұл шығармадан біз екі жақ елдің рулары бірдей екенін көре аламыз, алайда қазақта ол 7 атаға дейін барады, ал түркмендерде ондай нәрсе жоқ. Дұрыс. Бағалы парақтар бойынша айтып кетейік, топ басшылары. Бағалы парақ бойынша айтып кетейік. Қане? Бірінші топтан. Кім топ басшысы? Бүгінгі сабақ бойынша бүкіл балалар өзін бағалаған болатын, және де бүкіл 7 критерий бойынша біз сай келген болатынбыз. Біздің топ Тасқұл тобын толықтай 10 балл бағалайды, себебі толықтай балалар қатысқан болатын. Дұрыс. Біздің топтағы әр оқушы өзін жеке-жеке бағалады, өзін 9-10 деген ұпайларға бағалады, себебі тақырыпты толықтай түсіндік. Жақсы, жарайсыңдар. Біз Атажан тобын 10 балға бағалаймыз, себебі олар аудио арқылы ерекше көзге түсті. Жақсы, жарайсың. Бізде де біздің топтағы балалар 9-10 балға бағалады өздерін, себебі тақырыпты толықтай түсінді. Ал Кенжебек тобын мен 10 балға бағалаймын, себебі олар критерий бойынша барлық критерийді орындады. Жақсы. Балалар бүгінгі сабаққа бізге кері байланыстан жазып, бұл кері байланыстан бүгінгі сабақ бойынша нені алдыңдар, біріндер, нені білмей қалыңдар. Bunu yazıp шығамыз. Бүгінгі сабақ бойынша сіздер кері байланыс жасайсыздар. Бүгінгі сабақ ұнады, өте жақсы, қызықты ол, керекті мәліметтерді білдім дейді. Шашты әңгімесінен тереңірек түсіндім дейді. Түсінікті әрі күштілікті сабақ қатты ұнады, өте қызықты, көңілді болды, әсіресе басталуы өліммен басталды дейді. Енді бұл әңгімеден әсіресе ұнаған кейіпкерлерді, бес кейіпкерлерді жазып Атажан, Кенжебек, Тасқұл деп бұл әңгіменің соңына дейін түсініп ұқтым дейді. Өте жақсы түсінгендерің дұрыс, рахмет, жарайсыңдар, барлықтарына өте жақсы қатыстыңдар. Балалар, біз міне Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесін өтіп жатырмыз, иә? Шығарманы енді үйде қайтадан қарап, құндылықтарды жазып келеміз. Бүгін сендер ауызша айттыңдар ғой, үйде толық жазып келдіңдер, үзіндіде мысал келтірдіңдер. Тапсырма түсінікті ме? Иә. Жақсы, сау болыңдар онда.